Қайырлы күн, жақсыларым, қалайсыздар? Бүгінгі айтарым менің бұл және документ жайында. Сіздер жалпы айтасыз ғой маған, жаңағы милицияға барыңыздар, органге барыңыздар деп мен сіздерге бір эфирімде айттым. 13-ші микрорайонда, 22-ші микрорайонда, 3-ші микрорайонның адамдарын танимын деп. Арыз жазушы жалпы арыз жазамын, негізі арыздың жауаптары міне. Сізге соны дәлел жүзінде видеоға салып жатырмын. Өздеріңіздің фамилияларыңызды білетін адамдар өздеріңіз білесіздер. Менің енді бүгінгі айтарым, 21-ден бастап айтайын. 21-ші жылы январдың 26-сында мен Каспианфудқа бардым міне. Директор Есина Сәуле Жапаровна деген. Участковый міне қаламқас Батыр деген жігіт. Батырбек фамилиясы да бар. Ол жігіт мені жақсы таниды. Осы 21-ші жылғын айтайын историяны. Бұл жерде менің міне ауырғандарым, комаға түскенім, стресске түскендерінің бәрі бар міне. Өзімнің аяқпен барып, ауырып міне жығылғандарым бәрі бар. Мен комаға түсіп келген адаммын. 21-ші жылы мен бұны сотқа бердім. Сотқа бергенде Ақбөбек деген міне. Сол жылдары бердім. Батырбек участковый міне. Сіз мені көріп отырсыз. Абилаевтар барлығы көріп отқанда сіздің көру мүмкін емес. Бақытжан деген үстеріңізде участковыйларыңыз бар. Қазіргі таңда ол кісі жоқ. Жалпы бірі келіп бірі кетіп жатыр ғой. Мен саған сол кезде айттым, Батырбек, ескерттім мен. 21-ші жылғы историяны айттым мен. Күндердің күнінде менің алдыма келесің дедім. Бірінші алла, екінші алдыма келдің. 8-ші микрорайонға участковый болып келдің. Мен саған айттым, мен сен жүргізбейін дедім. Мен мына кісі номерімен тұр міне, телефон номерімен. Сен маған не деп уәде бердіңіз? Ойбай, де құрдас пықитам да сықитам деп Хондаймен келгенсің, есіңде осы ақ Хондайың. Номеріне дейін айтып берем қазір. Сол кезде мен сені өкпелеп қалған, назарыма қалдың, мен кекті алам деп айттым. Түбінде мен барып Каспианфудқа барам дедім. Міне, Каспианфудтың айтайын деген Ақбөбек деген кісі. Мен сол жылдары бұлар ақшамен жауып тастады. Мен бардым, барғанда шетпеде болды соты. Барғанда үлкен кісі. Мен Форт деп жүрсем, Форт емес, Шетпеге бардым. Шетпеге емес, жалпы мен Форт Шевченкеге бардым негізі. Барған жерімді білем ғой, таксимен кел, ойбай жет деп мына кісі айтты маған, Батыр. Барғанда сот бітті деді. Ол жердің шалы кісі қазір сол жерге бардым, неге мен жоқ кезде сот жасап жатсыз дедім. Ойбай, сенің қағазыңды тек ана жаңаға неге жіберем, сотқа жіберем, тек данныйың бірдеңе деп ақшамен жапты бұлар. Міне мына Каспианфудтың Есена білмейді емес, білет. Мен алдына бардым, жылап еңіреп бардым мен. Сондай күйге келгенде, ол кім? Ақбөбек деген Қаражан бастыкі деп сол жердегі отдел кадрлар айтылған. Мен айтайын дегенім, Есенаның алдыңыздан өттім, маған өкпең жоқ шығар, мен сол кезде айттым, мен кекті алам по-любому дедім. Бұл жердегі мәселе, Айқайдың көкесі принял, сдал деп бүкіл отчет, 40 жылдық отчетты мен мойныма ілгісі келді. Мен никак, мен материальный бухгалтер адамын, мен отчетты мойныма алмаймын деп Ақбөбек мені қуып, милициялармен қуып жіберген мені. Жылап еңіреп келдім мен. Қамап кәдімгідей. 24-те де жазған міне арыздарым бар. Көрсеңіздер болады. Ол кезде де менің қағазым азаматтық сотқа, менде юрист болған жоқ. Міне жазылғандарым. Сіздер милицияға барың, органге барың деп, міне мына қағаздың бәрі, участковыйлардың қағаздары міне ұялмай отыр өздері. Кеше мен жекеме жазып отыр, олар жұмыс жасайды, ұйықтамайды деген. Ал қайсыз? Қане? Ал менің бір жауабымды бір қанағаттандырған жоқсыңыз, участковыйлар. Міне үстінде бәрі жазылып тұр. Міне өздеріңіз білетін шығарсыңдар. Ұялмай маған ответ жазуды қойыңдар тикток арқылы. Мен тиктокқа шықпағанда қайда шығам мен? Білсін ел халық. Міне
Форт Шевченкеге де кетті, Шетпеге де кетті. Мені жынды қылып, анда-мында Батырбек, сен мені конкретно қудырдың міне, на участковый. Ендігі мәселе айтайын деген, мұнан Батырбек участковый 7-ші микрорайоннан қуылды деп өтірік жалған маған информация беріп, қазіргі таңда мына жігіт 22-ші микрорайонның ішінде отыр. Не үшін отырады? Мен сонда мына жазған қағаздарының бәрі бос деп ойлайсыздар ма? Абилаев Мақсат Абдулаев. Так, кім бар мына жерде жаңа? Не? Міне, түп қараған міне. Ал, барлығы міне. Ал мен өтірік айтсам, мен соттаңдар ал міне. Асенов, міне, Молдабек Мақсат. Танисың ғой мен, беске білесіңдер міне. 22-ші микрорайон участковыйлар, 3-ші микрорайон участковыйлар, ал. Кімге сенем мен сонда? Айтыңдар шал, ер азамат деп сендерге сеніп барамыз. Дым бітірмейсің, босқа ақша алып отырсыңдар. Шығыңдар жұмыстан, орындарыңды босатыңдар. Жасайтын адамдарға беріңдер. Ал участковыйға бармайсыңдар, сотқа барыңдар дегенде, міне, соттың ақшамен жауып тастады. Тіпті данные да жоқ, мына жерге келдім мен. Соттың барлығына тексерттім. Ештеңесі жоқ. Енді баспен жауап бересің. 40 жылға Қаражанбас мұнайгазының ішінде жоғалған мүліктердің бәріне Ақбөбек баспен жауап бересіз. Сіз әлі отырсыз, пенсияға шықтыңыз, бірақ әлі жұмыс жасап жатсыз. Мен саған айтқаным сол кезде. Бірінші алла, екінші баспен кеткен мүліктің барлығын қайтарасыз деп. Сол кезде мен мойныма ілейін дедіңіз. Мен білдіңіз, мен сонда бар жоғы екі вақыт жасап келдім мен. Бірінші вақытта 7 күн жасадым, карантиннің кезінде осы жасағаным. Бойына жүн жұмыс жоқ болғасын бардым мен. Онда да жұмыссыздықпен бардым, жұмыссыздықпен жібердім мен. Ал сендерге керек факт осы. Мен бәрібір кегімді алам. Батырбек, сені айттым мен саған, предупреждение бердім, сен мен беске білесің. Мінезімді де, құлықымды да, барлығында. Мен айтқан сөзімді жасаймын. Жауапқа тартыласыздар.